сосисканы өзі жеп қояды. Қауым беріп қойды. Руың кім, қызым бар ма, жасың нешеде? Ұшақта болып, бірақ жібермейді. Бауырын жіберсейші, болмайды ғой. Жесе керек қой сенің. Бек Сұлтан әдейі қиратып жатыр соғысты қоспасын деп. Полный трек керек. Жемеймін. Сен осы Джокесті Бек Сұлтан орын алғың келіп жүрген жоқ? Сол зұн болыпты. Пока жеме. Сәлем достар, сізбен бірге Пазл Лайф арнасы, мен есімім Али, видеоны түсіріп отқан Әділ. Және Алмас. Бүгін сіз ұзақ күткен пазл рецепттері болады. Біздің барлық рецептеріміз ерекше болады. Бүгін бізде Алғашқы қонақ қазақ мен, зың мен, рэп капец залетел мен, Бек Сұлтан Джокес. Бәріне сәлем, қалайсыңдар? бүгінгі видеоның тағамы ол корн-дог болады. Бек Сұлтан, сен корн-догтарға қалай қарайсың? Негізі корн-дог ол американдық сосиска в тесте деп айтса болады. Сосиска в тесте жақсы көремін. Апай бір сосиска в тесте беріңізші деп насынан айтады. Сосиски, тесте, пицца аламын. Енді бүгін бізге рецепті ең алғашқы ұн керек болады. Ұн кәдімгі ұн, жүгері ұны, мынандай паприка, түрлі осы разрыхлитель, жұмыртқа. Еще горошек, Бека, томатную пасту. Соки забыли, соки. Сосискалар керек болады. Және екі соусқа бізге біреу чесночный соус болады, сарымсақ соусы. Екіншісі біз аш соусты дайындаймыз. Сол аш соусқа біз мына жерге халапеньо алдық, осындай чили алдық. Және білмеймін, зеленый базарды. Арнай Бек Сұлтанға аш алдық. Иә, аралап бірден кейін айтып таптық біз. Сторисын қараған кезде диета ұстап жүр екен сол. Негізі диетадан. Всякие ерундаларды көшеден жейсің, ана асқазан ертең тесіледі, ойылады. Бірақ пазл үшін. Міне енді мұнда кетчуп, май, жұмыртқа, сосиска, міне қалған өздерің ары қарай көре жатарсыз. Ең біріншіден біз ұнды, жүгері ұн және кәдімгі ұнды бірде бір пропорцияға саламыз. Қашқыларын ашайық. Мен үшін айтсам өзім көп тамақ дайындамаймын. Үйде де жасамаймын. Лайда жасамаймын. Енді бүгін алғаш дайындап тұрсың ғой сонда. Алғаш емес, бұлай камераны алдында алғаш. Ташырақ. Осылай иә? Иә, осылай сала бер. Так, міне біреу, тағы біреу салайын ба? Жоқ, енді ана кукурузный нені салайық. Мынау жалпы алдында айтып кеткендегідей американдық сосиска в тесте бізде егер қамырды сыртынан ететін болса, бұл қамыры жидкий болады да, сұйық. Иә, оны сосискаға батырып, кейін қуырады. Бек Сұлтан, жалпы сен Америкада болғансың ба? Иә, Америкада болған. Ол жерде корн-догты көрдің ба, или жедің ба, фаст-фуд қандай да бір білмеймін. Біздікінен қандай айырмашылығы бар? Мен қатты фастфуд көп жемедім ол жерде шын айтсам. Бірақ маған мексикандық тамақ қатты ұнады өзім. Чиполи деген жер бар. Өте күшті дайындайды тамақты. Бірақ мен қорқам, көп фастфуд жесем қатты себеп кетем ба. Базар не, братан, ты же жирный. Брат, тебе надо двигаться, уже подбородки вот такие у тебя, 30. Тебе даже одеяло не нужно, ты своим жиром укрываешься. Не, дәл осылай нетеміз, кейін Бек Сұлтан мына паприканы сәл сал жерсен болады. Сәл емес, полностью сал жерсен де болады негізі. Оның дәм ештеңкесі жоқ, тек несін береді, түсін ғана береді. Адамдардың бәрі қарап тұр. Ұят болды ғой. Күлкінің астында қалдым. Болды. Жетеді. Бұлай сала бер полностью. Көп болып кетпей ма? Ол бұздың бәрін дейсің. Так, негізі Али саған бүгін тоже пазлдың киім киіп керу керек еді. Қандай? Міне. Айтпайсың ба маған ұндайды? Видеоның барысында саған сұрақтарды қоя берейін. Біздің көрермендеріміз қойған алғашқы сұрақ Ерасыл Ислам деген жігіт қойып жатыр сұрақ. Қай қаладансыз, оны жай білеміз, Алматыдан. Және қай футбол клубына жанкүйерсіз? Өте жақсы орынды сұрақ. Ұнайды. Кеше ғана футбол ойнаған. Назад, домой, возвращаемся. Қатты аямын өте жүрген, соны аям ауырып жатыр. Дәулет, мен сені жек көремін. Дәулет деген досым бар. Өзім Барселона деген клубқа қатты жанкүйер болам. Өзім кішкентай кезімнен с детства дейді ғой. Балалық шақтан, бірақ мен шынымен де балалық шақтан.
кезінде Рональдиньо, Клюйверт деген футболистер ойнап жүрген кезде Барселонаға болеть етіп жүрген кездерім ғой. Сол қатты есімде 5-0 Реалды ұтқан кезіміз, Лига чемпионов ұтқан кезіміз, сондай қуанышты сәттер есімде. Ал енді жалпы КПЛ ғаш осы біздің отандық қайсысын? Қайрат? Қайрат. World Record әк емес Иә. Ішінен жарып көрейік те. Айтпақшы, мына видео қанша лайк жинайды, ана жұмыртқа қанша сияқты жинайды шығар, тезірек лайктарын басып отырыңыз. Енді так, қанша салындар соған байланысты жаңа бұл стаканның. Стакан. Онда 2 жұмыртқа салсаңдар болады негізі. Айтпақшы достар, мен тамақ дайындай алмай жүрген айтам маған. Пікірлерде Сен каждый раз Иә. Шеф-повар болыпсың ғой. Мен қызым мынаны көріп қойып осы видеоны мен тамақ істетіп қойып. Үйде ма? Ол легенда бар ғой менде. Ыдыс жумайым, тамақ жасамайым, қолымнан келмейді деген легенда бар ғой легенда. Сол легенда қолда жүрмін ғой мен. Сендер ашып қойыңдар ғой легенда. Тағы көрермендерден сұрақ болды. Осы Puzzle Life арнасынан қандай видеоны көрдіңіз, немесе өз ойыңыз деген сияқты. Өзіме қатты ұнайды жігіттердің не істеп жатқандары, қазақша контенттің көркей бергеніне қатты қуанамын мен. Өзім донер жасағым көрген. Донердағы сияқты, әлі ащы жеген сияқты бүгін саған да ащы жегіземіз. Сол, кәдімгі жылаватты ғой осы. сөйлеуге қиын. Бүгін по-моему кішкене Әді іздеді ғой әлі Мен Так, енді әділ мына жерге сүт қосамыз, иә? Иә, сүтті енді былай қоса бер, араластырып, ол сұйық бола бастаған кезде мен саған өзім айтып отырмын. Ана ұнтақты шана разрыхлитель деме? Ұнтақтың барлығының арасына порлар, ауалар істеп кішкене не болады ғой? Воздушный деген сияқты. Сала бер. Полный ма? Барлығын сала сол. Так, енді Бар жоқ 60 грамм шығар. Енді Бексұлтан ақырындап сүтті құя берсе, мен араластыра беремін. Құя бер. Енді өзімде кішкентай кезде нан жасайтын пекарня ашсам деген арманым бар еді, шын айтсам. Өйткені нанның иісі қатты ұнайтын, жаңа піскен нанның. Мен нанды әке-шешемнен де өте жақсы көремін. Джо Кэссис деген атауды ол кім таңдады, оны қалай вообще келді? Иә, айтпақшы сол сұрақ. Сол сұрақ жиі болады біздің нелерімізде, подписчиктердің арасында. Шын айтсам, ол әдейі істедік деп айта алмаймын, өйткені американдық MTV-да шоу болды, Jackass деген. Ойымыз. Біз Кимок университетінде оқып жүрген кезде КВН ойнадық. Былай айтқанда жайдарман. Местный жайдарман болды. Сол ойнап жүрген кезде команданың атын сол MTV шоу сияқты Кимок Jackass деп қойдық. Сосын ойнап жүрген кезде бітірдік, ұттық біз ойында, чемпион болдық. Менің қасымда Назим деген досым болды. Сосын сол кішкене шығармашылықты бір жаққа шығару керек болды өзімізге. Ол талпыныс болды бізде. Сол видео түсіре бастадық. Вайндар. Бір вайн түсірдік, 2 вайн түсірдік. Алғашқы 1000 подписчик біздің университеттен болды деп айтсақ болады. Сосын бір байқағанымыз. Ол қай жылдары болды? 2015. Университетпен шектелмеді. Сосын түсіндік қала бойынша адамдарға ұнаватыр екен. Сосын біз өсе бастадық. Кимок деген сөзді алып тастадық. И Jackass болдық. Бірақ Jackass болсақ, ол плагиат қатты ұқсап болды. Сосын Аселина деген қыз болды біздің командада. Ол айтты, аны оға ауыстыра салайық. И ол деген жоук, шутка болады. Сосын айналдық. Қатты ойламадық, ол танымал боламыз, бірдеңке болады. Жай қоя салдық. Уақытша деп ойламадық. Әртүрлі басқа атаулар болды ойымызда. Рейнджер деп қоямыз деді. Басқа сөйтіп қой салдық әйтеуір. Сөйтіп қалып қалып, адамдар ұнап қалып. Сосын уже өзгерту қиын болып қалды. Сосын өзімізге де ұнап қалды солар. Сөйтіп қалды. Кейде осылай қысқаша айтамыз JKS деп үш ағар. Адамдарға кішкене бәм күшті естіледі да. Үш ағар кішкене серьезно.
Табысы ма? Мынау сұйық болу керек. Неге десең, оны сосискаларды оның ішінде матырып, оны сыртында ана не сияқты болу керек. Осылай жасайды екен ғой, мен сөйтіп ойланып қалай жасайды. Ойлап бүйтіп ораймауым деп. Осыны қатты ойламадым. Анализировать еткен жоқ болды. Негізі былай вайнерлердің арасында тамақ дайындайтындар бар ма? Жалпы мысалы Жека, ол дайындай ала ма тамақты? Мен естігем мысалы Сека дайындай алады. Сека дайындалады, иә, Сека дайындалады. Жас алып үлкен кісі ғой. Мен ба? Кумбашчы! Жека мен ойымша дайындалады, өйткені Жека ол гурман деп айтсақ болады. Ол деген қатты білет тамақтың қандай күшті екенін, қай жерде қандай блинчик бар, ана жақта пельмень бар, мынандай сатады, мындай сатады деп. Өз білет бәрін. Енді өз бейнесін сәл көрініп тұрған сияқты. Бәрі сай болып тұрды ғой. Бірақ адамгершілігі өте мол адам. Жеканы қатты жақсы көріп, тамаша адам. Сілтемесі астында тұрады деп қойса. Тегін пиар. Бірақ образ ғой қандай адам екен. Бірақ өмірде көп блогерларды кездестірген өмірде. Олар былай видеода күліп жүреді, ойнап жүреді. Ал шынайы өмірде мүлдем басқа адамдар кейбіреулері қатал болады. Жека қандай видеода сондай, өмірде де сондай. Жалпы былай подписчиктермен мысалы кездескен кезде, далада келе жатқан кезде, тағы бір кез келген жерде бір кездескенде бір қызықты оқиғалар. Сондай сұрақ болды, айтпақшы. Қатты қызықты оқиға. Кейде болып тұрады ондай, мысалы, соңында кездестіреді адамдар айтады, о, мен сені танимын. Очередсіз өткізіп жібереді. Қауіпті адамдар кездеседі. Мысалы, бір фанат келіп суретке түсті. Сосын айтты, сендерді құшақтасам бола ма деді, Моляға. Сосын құшақтады, бірақ жібермей жатыр. Құшақта болды, бірақ жібермей жатыр. Мен келдім, айттым, бауырым жіберсейші, болмайды қолай. Маған қарайды, мен сосын жұлып алып. Айттым, бар тұр, Моля қорқып кетті, байқұс. Мен артына тығылып. Айттым, бар кет, жынысыма не істеватсың, қыз ғой? Я же девушка! Әрдайым не подписчик өскен сайын сондайлар көбейді. Өзіне қызық арналар бар ма? Өзім футбол туралы көп қараймын. Сосын пазлды қараймын. Puzzle life. Джокерс қараймын. Мен көп қараймын, шын айтсам, ютубта көп уақыт өткіземін. КВН қараймын, немесе катты крапты қараймын. Маған өте ұнайды. Кубайт деген жігітті қараймын. Марвел туралы қызықты заттар айтады. Фузи-тюб деген жігіт болған кезінде соны қарағанмын. Көп өткіземін ютубта жалпы уақыт. Синее ведро в кабинете Джокерс, ол не парақша? Ол біз Біржан Ашиммен бірге ойын жасағанбыз. Күннен басқа блогер подписчик көп келеді. Сол отырған адам өзінің страничкасын береді бір күнге. Сосын біз ұттық Біржан Ашимді. Кішкене күлкі болсын деп айттық. Любой затты пиарить етеміз. Кез келген. Керек болса мынау видеоны шелек қалдық. Оған аккаунт жасап, пиар жасадық. Ода 5000 подписчик болды. Газды қостық. Ең маңыздысы, негізі бізде пікірлерде көп айтады, жігіттер майды аямай құяды деп. Қыздар майды екінші реттен, үшінші реттен айдай береді деп, сендер сразу барлығын құясыңдар. Қанша құйын? Енді біз жігіт... Полный ма? Полный емес. Полный емес, былай құя бер көреміз былай. Смело құя бер, айдап шық. Тамақ дайындаудың өзінің бір романтикасы бар. 2 hours later. Құя бер. Өмірінде ең көп құйған май ғой. Машинада май құясың, сонда сияқты құйып отырмын. Сосискаларды алып қазір барлығын етеміз, кептіреміз, ана жақта біздің майымыз қайнап жатыр. Қамырға, яғни клярымызға. Сосискалар қалау. Айтпақшының сырты бар ғой. Осы сыртын алып, әлі енді сен қоя бер, Бексұлтан саған бере береді. Менде пастасын болған, үйіне келген кезде сосисканы өзі жеп қойып. Қауын беріп қойды. Дауыс болмай қойды. Мектепте оқыған кезде олар сосиска тесіне лайфхак жасайтын. Жартылай бөледі да. Толық сосисканы салмай, жарты сосисканы салып жібереді. Апайлар. Сендердің мектептерін бай екен ғой, біздің мектеп сосисканы төртеміз. Али Амангелді деген көрерменіміз
рэп капец залетел, келесі қашан шығады дейді, келесі бөлім. Келесі құдай қаласа наурызда шығады. Жаңа трек, жаңа клип. Көп жұмыс жасадық, өзім күтіп отырмын шын айтсам. Қашан. Клип бойынша жұмысты бітіру керек, сосын бірге шығарамыз. Өткен біз, мысалы, кейбір әншілер тек өлеңді шығара салады. Біз олай жасай алмаймыз. Өйткені блогерміз. Адамдар не болса да біріншіден бейнебаянды күтеді. Сондықтан бірге шығарамыз олар. Лайк басыңдар, біздің каналға подписчик болыңдар. Сонда тректер көп шығады, тез шығады. Достар, біз соустарымызды дайындаймыз. Ең біріншіден біз сарымсақ соусынан бастаймыз. Бексұлтан мынаған майонезді құяды. Полный қанша? Полный тректер. Нұрсұлтан Эдилов деген бір көрерменіміз сұра жатыр. Джокесіз донер или бургерный ашасыздар ма деп. Шын айтса жақындарда жоқ, ондай план жоқ. Басқа салада мүмкін, бірақ тамақ емес. Және дәл сол адам екінші сұрағы Ахмат араб па? Ты серьезно? Ты мое лицо видел? Я араб. Ахмат шынымен араб. Қазақша айтқанда қожа десек болады. Бірақ ол Дубайда туылған. Сосын 7 жасында Қарағандыға көшіп кеткен. Сосын Алматыға. Ұлты араб, жартылай белорус. Кен ол қазір қазақша сөйлегісі келіп жүр, кішкене тырысып жүр ол. Мен қазақша сөйлеп жатырмын. Жүрген қазақ деп сұғын. Енді мына жерге біз бұрышты қостық. Енді тұзды қосып жіберсем, мен пока мынаны алып істеп жеймін. Ал енді Алмас кадрға кіріп амандасып қой. Бәрі сөйлеп. Иісі деген мына жерден келе жатыр. Түсінікті. Сезіп атсыңдар ма адамдар? Мен ойымша бір 10 жылдан кейін сондай технологиялар болады шығар. Иісі де. HD па? 4К. Видеоларына байқасам тамақ жайлы көп жандос ойлайды ғой деймін. Иә, қоғал жүреді. Енді қорқыттым. Қорқпа ештеңесі жоқ. қорқпа деп қояды кеше күні бойы. Видеоға салмай қаласың, болды. Енді әлі мынаны қалай қосамыз? Кетчуптың основасына жасаймыз, әлде нанның основасына жасаймыз? Жоқ, мынаның основасынан істесек, мына жерден ешкім қайта алмай қалады қазір. Сондықтан кетчуптың основасын істейік. Біздің соустың құрамына негізі 80% осы кетчуптан тұратын болады. Кейін біз нанны еземіз, және нанны қосамыз. Әлі сен қуанып тұрсың ғой жеті кеше. Жинап арнайы Бексұлтанға. Иә. Микс комбо жасап. Сен осы Джокесті Бексұлтан орын алғың келіп жүрген жоқсың ба? Мына жерде өлтіріп ол. Технично тамақ жегізіп дейсің. Мынау халапеньо дейді ме? Иә, халапеньо. Бексұлтанның өзі қосатын шығар. Давай. Ертең айтып. Мен өзімді өлтірейін. Иә. Ала берем ба? Иә. Әйтпесе бұл статья. Мен біреуді өлтірсем десем. Мынау Сұлтан үлкен кусок. По-любому әлсіз болмайды. Айтпақшы, хотя бы мыналар еще бар бізде. Ну, что-то перебор емес па? Что-то өзім шошып кеттім мен. Негізі кесу керек еді әлі. Сен тағы да өзің анандай Али білесің ба? Мынаның ішіне орех салып басқан ғой грецкий орех. Екеу болып қалды. Бексұлтан әдейі қиратып жатыр соусты. Қоспасын деп. Енді мынаны білмеймін қанша қосу, анда көп емес па, білмеймін. Бомба кетті, Хиросима! Ё-моё. Желание тұрмын ғой. Мен өзім шын айтсам көп жемеймін. Айттым ғой мен. Жемеймін дейді. Қосайық. Қоса сал енді. Бомба кетті, Хиросима! Айтпақшы, есіме не түсті, ана бір көрерменіміз, атын есімде жоқ, күзет деген спортивканы қай жерден сатып алса болады дейді. Алтын золотой. Золотой тік-тік біз. Иә. Оны сатып алмайсыз. Обычный сатып аласыз, 5000 теңге тұрады. Оны қайдағы 5000 одан төмен тұрады. Еще киімдер туралы, келші клибына анандай киімдер жайлы көп сұраған, анандай
китайский анандай пакеттің киімінен. Иә, оның бәрін тіктік бізде Ақбөпе деген стилист бар. Қазір сала берейік. Ол жасаған. Сонда күзеттерді алтын болып жүрсің. Жоқ, оның идеясы сондай болды ғой, біз ана кәдімгі зың-зыңдағы жігіттер кішкене ақшаға. Сонда оның жалғасы получается, да? Жалғасы ғой, ол сонда аналардың кішкене ақшалары бар, танымалдығы бар, бірақ олар оны қолдана алмайды. Олар тупо жасайды да. Ақшасы болса да, бірақ алтын алса да, бірақ өзінің спортивкісі, күзет формасы деген сияқты. Сонда наурызда Алла қаласы шығатын клип, сол кейіпкерлердің жалғасы болады ма? Иә. Марвеліміз ғой. Арнайы бай нелерге істеп қояйық, шпашкаларға кіргізіп. Шығармай жатсың ба? Иә. Жоқ, шығара берсе болады негізі. Ештен кетпейді. Джокестің тәсілі болады. Ол пазлдың тәсілі болады. Ахмат пен Киевтің аэропортында болған кезде, сол жерде френч дог жегенбіз. Тауықтың етін, ол өте күшті болды, дәмі. Әлі есімде сол. Ал жалпы вообще мынандай көбі жей бермейтін немесе мынандай экстремальный немесе басқандай бір стандартты емес жануарлардың еті дегендей сондай бар. Страустың етін жеген. Қалай екен дәм? Қаттылау екен. Прям күшті, күнде жеймін деп айта алмаймын. Англияда болған кезде соны жеп көргем, бір ярмаркада. Басқа енді ит жеген жоқпын мен. Ал енді достар, міне бізде Совет ұқсайды екен. Ана да аспанға. Примерно қасылай біреу ұшады ғой. Енді біз мына ыдыстарымызға мына клярымызды құйып алайық. Иә, екі жақ. И қуыра бастайық енді. Онда сразу сол жерге толтырып таста и салмақ қуалайтын жігіттерге гейнерді бере салса ішіп қояды ғой. Ар жағынан бір гейнер ішетін бала отыр. Екі-үштен алып алайық. Бисмилля. Сол тұрып жүрады. Артыламай ма кәдімгі? Қонақ бірінші істесін. Полный ма? Полный трек керек бізге. Енді, осылай бұрап ақырындап. Ақырын. Айналдырайын ба? Иә, ана несі. Түбі тоже ана неге майдың ішіне түсінді. Сала салсын болады, не өзі. Мен диетам вообще сай келмейтін. Бүгін бұзылады дейсің ғой сонда диетам. Бұзылады деп тұрмын. Американдық па бұл сонда? Негізі американдық тағам. Малайзия, Таиландда бұл осындай жасайды шығар. Далада бірақ негізі фаст-стрит фудтың несі тематикасы маған өте қатты ұнайды, өйткені тек қана тамақ дайындау тәсілі емес, бұл уже шығармашылық сияқты шығарма менде кейде болады сондай ана нені неге түсірген кезде сухпайок бар ғой, ерпі көрген жоқсыңдар ма оны? Ол жерде жест болды ғой менде. Қытайша сөйлеп кеттім ғой. Шонканың дәм Бексұлтан біздің пазларымыздың ең сүйікті сұрақтар ол руың кім, қызым бар ма, жасың нешеде? Экспресс айтып жүрейін, қызым бар, Құдай қаласа сәуірде тойым болады. Жасым 25-те, өзім 93-ші жылғым. Руым арғын ішінде тобықты, Абайдың руы. Сондықтан кішкене шығармашылыққа талпыныс бар шығар деп ойлаймын. Міне достар, осылай майды көбірек құйып, осылай шпашкаларды осылай қуырамыз. Кейбіреулер кәдімгі мутант сияқты. Бірақ иісі күшті болып тұр. Кәдімгі сондай вредный болып тұр. Мега көп. Сағынап. Екіншісі бар қой, космин екеуі. Сен күшті әзілеп қойды екен. Ұлан бар ғой, байдың балдарында. Ашып қой, терезе ашып қой. Қалжың шығып кетсін. Керек ме сондай қалжың бізге. Иісі тамаша болып тұр. Кәдімгі американец болып кеттім. Ал енді мынаны негізі букет қылып берсе болады. И кейін дәмін көреміз.
Пока жеме. Қазір мен жеймін. айтпақшы кейбір осы келесі видеолардың біреуінде донер жеканың рецепті бойынша істеп көрсе болады ғой негізі. Иә, жеканың шашысында болды. Жеканың рецептін көріп алып потом бизнес өшіп қалып. Неге келдім пазлға деп па? Не болып жатты ана жер? Құрылып жатты ма? Құрылып күшті. Неде бір-бірін жаңасып отқан жоқ па? Жоқ. Ламайтын шығар, иә? Ламайды іште. Ал енді достар, мен дәмін көрейік қазір. Енді қонақтан бастайық. Міне, дайындап көрдік. Жоқ, алдымен несін чесночный соусты көрсін. Ауыл просто көрейін. Иә. Без соуса. Без соуса. Бізде көру керек? Иә. Күші? Соус зұн бопты, зұн. Чесночный соус мен ең беспроигрышный соус. Ал енді нені? Шағандаған рахмет. Кішкене батырайын да? Істеп көрсек. Істей керек қой істегеннен кейін. Атырдым ал, міне. Жітше. Бомба кетті, Хиросима! Biraz нормально. Мен бір рет Малайзияда болған кезде вот ащы жеймін. Примерно. Кетчуптың кішкене Кетчуптың несі бар? Аманшықол деген. Алтан емін. Мә. Бірақ дәм ұнап отыр ма? Бәріне сәлем. Бұл біздің командамыздың менеджері ғой бұл. Аш. Дәмін негізі немен салыстырса болады? Бізде мысалы әділде фантазия жоқ. Ол дәмді дей береді. Әділде Алмаз екеумізде мысалы біз білмеймін турбо Өте дәмді деп айтса болады. Бірақ мына сосиска тесті емес, мына басқаша. Мен дәмі күштірек екен. Достар, міндетті түрде лайк басыңыз, осындай корндокты дайындап көріңіз. Ал енді Бексұлтанға рахмет, бізге осы пазл рецептерін қонақтардың жолын ашып отырғанына. Рахмет, сендерге рахмет, шақырғандарына рахмет. Иә. Мен айтқандай іске сәттілікпен тағы қонақтар шақырыңдар. Осындай дәмді тамақ дайындай беріңдер. Сен айта бер. Міне достар, лайктарды басып, кім бірінші рет көріп отырса, міндетті түрде подписаться батырмасын басып қойыңыз. Қасындағы қоңыраушаны бассаңыз біздің видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Ал сіздермен болған мен Әділ, Бексұлтан, Али, Алмаз және Корндок. Бүгінге осы достар. Пазлға жазым!